Қайырлы күн, құрметті жиналған оқырман қауым. Бүгінгі біздің кітап пен кітап оқуды насихаттау барысында өткізіліп отырған оқу және онлайн байқауының күнделігі атты подкастқа қош келдіңіздер. Бүгінгі сұхбатымыздың арнайы қонағы жазушы ақын бірінші облыстық оқу және онлайн байқауының жүлдегері Мауданов Аблай Фазылханұлы. Аблай Фазылханұлы, қош келдіңіз. Бүгінгі біздің подкастымызда кітап оқудың маңызы және жас буын арасында осы кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатындағы сөз қозғалмақ. Сіздің әдебиет жолындағы шығармашылық өрісіңіз өте кең. Өлеңнен бастап түрлі мақалалар, сатиралық әңгімелер және проза жанрында қалам тербегенсіз. Осы орайда алдымен сіз өзіңіздің шығармашылық жолыңыз туралы айтып өтсеңіз, және әрі сіз үшін әдебиет әлемінде не маңызды? Тілдің байлығы ма, ой тереңдігі ме, әлде адам болмысының ашылуы ма? Бірнеше сұрақ қатар келді ғой, қиын екен. Енді өзім туралы шығармашылық жол деп айтып жатырсыздар ғой. Мен де сіздер сияқты бала болдым. Мектепте жүргенде өлең жазады екен, бірақ оны көрсетпегем. Осы мен студент болғаннан кейін сол 3-ші курстан бастап таныла бастадым. 2004 жылы ең алғаш өлеңдерім негізі Жас Алаш газетіне шыққан, республикалық. Бірақ оны мен көрсетпей жүрдім. Ешкімге мақтанбай, жаңағындай жасырып. Кейін сосын енді үлкен бәйгелерде жолым болып кетті да, жасыруға болмай қалды. Ал жаңа айтып жатқаныңыз бәрі де әдебиетке керек дүние ғой. Енді 4 құбыласын, 4 аяғын тең қылып жасап жатсаң, бәрі де жақсы. Тілің бай болып, ойың жақсы болып, адам болмысын ашып жатсаң, ол керемет дүние ғой. Бірақ ол үлкен әдебиетшілердің де қолынан келе бермейтін дүние. Сондықтан енді оны оқырман бағалайды. Сондай болуға тырысамыз. Ал мен енді бір дүниені айтқым келеді. Тіл маңызды ғой, бірақ тіл байлығына салып алып, әдебиет тіл байлығын көрсететін алаң емес. Бізде көп тіл байлығы құнар мол жазушылар бар, бірақ айтар ойы кейде сол олқытып жататын кездер болады. Сондықтан ең бастысы айтар ойы деп айтамыз, өйткені ойдың өзі сол адамның болмысынан ашылатын дүние ғой. Соны аша білу, бұл өзі өсе келе, жүре келе қалыптасатын дүние ме деп ойладым. Бұл өте керемет. Сіздің шығармашылық жолыңыз әдебиет арнасын дамытуға елеулі үлес қосып отыр. Осы шығармашылық жолдың өзі оңай емес, себебі сіздің ішкі дүниеңіздің ашатын ең маңызды бір бөлшектің бірі болып есептелінеді ғой. Жоғарыда біз айтып өткен едік, 1-ші облыстық оқу және онлайн байқауының жүлдегері атандыңыз. Осы орайда тыңдарман қауымға осы оқу және онлайн байқауына қатысуыңыз туралы айтсаңыз, бұл жоба сіз үшін қандай маңызға ие болды? Бұл жоба мен үшін өте маңызды болды. Өйткені осындай жобаны күткенмін. Мен осы өмір жолын деп жатсыздар ғой. Журналистикадан бастадым. Қостанай таңында, Арқалық хабарында, сосын 6 жыл облыстық телеарнада және де 6 жыл хабар телеарнасында жұмыс істедім. Содан кейін саналы түрде ол жұмыстардың бәрінен бас тартып, шығармашылыққа толық айналысам деген ой келді. Жаңа дүниелер ізденуге театрмен байланыс орнатып көрдім. Сол уақытта Қасым баспасы осы маған ұсыныспен шығып, сол мен кітапты аударумен біраз кітаптарды аударуға тура келді. Мен орысшам ондай жоғары емес, шорқақпын, бірақ көп қиналудың арқасында енді жақсы дүние шыққан сияқты. Енді біраз ақбілетін едім, бүгін менде қалған Том Сойердің басынан кешкендер екен. Мюнхгаузенді аудардым, сосын Робинзон Крузоны, және де Жюль Верннің әлемді 80 күнде шарлау, сол сияқты алхимикті де аударғам, ол бірақ бір құжаттық мәселелермен өндірісте тұр. Лев Толстойдың балаларға арналған әңгімелер деген сияқты. Сол енді кітаптарды шығарғаннан кейін ол тек насихаттау, сату жұмыстары болды. Мен сонымен көп айналыстым. Сіздер мүмкін қарап отырсам, 1-ші курстың студенттері сияқтысыздар. Осыдан 2-ші, 3-ші курс болатын болса, мен осындағы оқу орындарына барып кітап сатып, сондай насихаттайтынмын. Сондай жүрген уақытымда бұл менің тұп-тура көкейімдегіні дөп басты. Маған қатыспасай, сен басқа да жағы жүлде алып жүрсің ғой деп. Негізі мен жүлде алған жүлделерім көп. Өткен жылдың өзінде мен Мағжан атындағы екі үлкен сыйлықты алдым. Мысалы, ең соңғысы Ұлы далада 1 миллион теңге бас жүлдені, Мағжан атындағы сыйлықты спикер Ерлан Қошановтың қолынан алдым. Енді сөйтіп үлкен жетістіктермен келіп, неге облыстық бәйгеге қатысып жатсың деп
мазақтағандар да болды, кекеткендер де болды, бірақ мен әдейі түрде қатыстым. Бұл өйткені оқырмандардың бәйгесі, оқырмандардың тең. Мен мысалы бір мүшәйраға студенттермен қатыспас едім. Бұл жерде оқырман ретінде және де жеңіп шығып жатсам жолға, өз атымды осы оқы және жеңнің кітап дүниесін насихаттауға пайдаланамын деп уәде бергем. Сол жолда келе жатырмын ба деп ойлаймын. Бұның маңызы жаңағындай өзі көкейім төк басқаны. Өйткені әңгіме кітап туралы ғой. Жалпы қазір біз кітап оқымайтынымыз жасырын емес. Ал бірақ кітап оқымаған ел, кітап оқымаған адам ешқашан жетістікке жетпейді. Мен үнемі айтып жүремін, қазір жер бетіндегі ең жетістікке жеткен 2000 адамды алып келген кезінде, олардың жетістікке жету себебі неде? Мүмкін олар байдың баласы ма, жақсы білім алды ма, жоқ болмаса қандай да бір қиындықтар оларды жетілдірді ме деген кезінде, олардың әртүрлі жағдайдан шықса да, олардың бәрі бала күнінде, жас күнінде мықты оқырман болған адамдар екен. Сондықтан осы жолға мен жұмыс істеп жатқан Қасым баспасы да сол негізгі мақсаты оқитын ұрпақ қалыптастыру болған. Енді облыстық деңгейде біздің Қостанай облысында бірінші рет сондай бәйге болғанда неге қатыспасқа дедім. Ол маңызы маған сол, өйткені мен саналы түрде өзімнің жоғары жалақы алатын қызметінен бас тартып осы жолда жүргеннен кейін, бұл да бір ағартушылықтың саласы ғой. Бұл менімен үндес болды. Сондықтан одан кейін де дейін де бұны насихаттай беретін боламыз. Бұл бірден бір республикада бұндай жүлде бәйге болған жоқ. Сондықтан сіздер қатысуларыңызды қалаймыз. Өйткені қазір сіздер жассыздар. Енді шамалы уақыт өткеннен кейін ақпараттар көп, оны тұту, есте сақтау қиын болады. Жалпы кеше бір ғана нәрсені айтып кетейін, біз бейімбет оқуларын ұйымдастырдық. Сол кезінде Маңғыстауда 162 бала қатысты, 163 бала қатысты, бізде 172 бала қатысты. Сол бас жүлде алған балаларды мен фейсбукқа салып жатырмын қазір. Ойын қандай тереңдігі. Сол оқыған балалардан бар сұраймын ғой, сіздер осы уақытқа шейін өйткені талантты жаңағындай керемет талдап әдебиетшілер көрмеген дүниені, Бейімбет Майлиннің шығармаларын бүгінгі коучтардың айтатын сөздерімен ұштастырып, олардан да асырып, біз көрмеген қырларын ашып жатыр да. Сол балалармен сұхбат құрып сұрадым, сіздер осы уақытқа шейін көрдіңіздер ме осындай кітап оқып, осындай эссе жазып бердіңіз деп? Жоқ, біз бұл уақытқа шейін мұндай кітап оқыған жоқпыз, және де эссе жазып көрген жоқпыз деп. Ал сонда бірінші рет жазып тұрғанның өзінде олардың бойында сондай таланттар ашылып жатыр. Жалпы әрбір адам миссиямен келеді ғой. Соның әр жағынан бір талантты балалар шығады. Жұрттың бәрі жазушы болып кетпейді, бірақ ол өзіне керек дүниені табады. Сондықтан мен былай әртүрлі салада көрдім ғой, енді киноға да сценарий жазып көрдік, театрға да жазып көрдім. Енді нақты тікелей осы байланыс балалармен кітап оқытып тікелей жұмыс істеген ең дүние екен. Оның нәтижесі қазіргідей көрініп тұрмайды бірден. Бірақ ол 10 жылдан кейін сіздердің бойыңызға өмір бойы пайдасы тиетін дүние, өмір бойы ол сауапты іс. Сондықтан бұл өте маңызды жоба. Бұл жерден қатысқан адам ешқашан ұтылмайды. Өйткені сіздің бойыңызда белгілі бір тіл байлығы, белгілі бір ой байлығы, белгілі бір жағындай рухани байлық қалады. Дұрыс айтасыз. Әлбетте өзіңіздің жаныңызға ләззат сыйлайтын іспен айналысу, мейлінше жаңа сіз айтып отырмысыз, аудармалар, үлкен еңбектерге аударма жасапсыз. Осындай бір ауқымды жобаларға да қатынасу, бұл өзін бір үлкен жетістіктің бірі деп есептейміз. Өйткені әр оқырман өзінің деңгейіне, қызығушылығына сәйкес жаңағы өзіне бір кітаптарды таңдап, өзіне қажетті білім алады, белгілі бір ой түйеді. Осы орайда, яғни егер де қай кітап болса да белгілі бір оқырманға өзіндік бір ой өрісін кеңейтуге бағытталады, яғни өмірлік бір сабақ алуға да негізделеді деп айтып отырамыз. Осы байланысты оқыған кітаптарыңыз немесе бір қандай да бір шығармаларыңыз сізге бір өміріңізге үлкен әсер етті, және соның ішінде қандай авторларды сіз атап өте аласыз, әрі осы бүгінгі оқырман қауымға кеңес ретінде бере аласыз? Енді әрбір кітап әрбір адамға әрбір кезеңде көмектеседі. Мен мысалы бір қызметтерге араласып, енді шамалы өсу болады ғой, өсу жолдары. Сол уақытта әртүрлі тайталас болады. Сол кезінде мен Бауыржан Момышұлы жайлы жазылған «Ақиқат пен аңыз». Сол маған үлкен сенім берді, үлкен қазіргі айтып жатқанда мотивация дейді ғой, сіздердің тілмен айтқанда. Өйткені ойладым да, Бауыржан атам от пен оқтың ортасында жүріп, бір сөз үшін басы кететінін біліп тұрып, сондай тік жүргенде мен мына бейбіт өмірде қорғайтын заң бар. Өзіңе
демек өзің сол Бауыржан атаң сияқты адал жүріп адал тұру керек. Адал болсаң ешкім саған аттай алмайды басынан. Сондай бір дүние берген кезі болды. Ал жалпы Төлен Әбдіктің кітаптарын көп оқимын. Ол кісінің шығармаларын оқуға сіздерге кеңес берер едім. Және де кезең-кезеңімен бізде көп мынандай бір түсініктер бар да, жаңағындай. Сен Макар Чудраны оқымасаң, сен орыс, Толстойды оқымасаң орыс әдебиетін білмейсің, Абайды оқымасаң қазақ емессің деген сияқты. Ол бірден Абайды оқысаңдар оны түсінбейсіздер. Өйткені осы жасқа келген кезінде оқып мына жерін бұрын көрмеген екен ғой деп түсініп жатамын. Сондықтан әрбір адамның деңгейіне сай, танымына сай дүниелерді қарау керек. Сол Төлен Әбдіктің шығармалары сіздерге өте жақсы келеді деп ойлаймын. Қазір сіздер жүрсіздер, мысалы Қарғынды оқуға болады, Дулат Исабековтың Махаббат қызық мол жылдар сіздерді осы уақытта қызықтырады. Сондай әрбір кезеңіне байланысты дүниелер болады. Сондықтан ана кітап оқыған сол екен деп бірден жаңағындай қиын дүниеге бас салсаңыз, бетіңіз қайтып қалуы да мүмкін. Мен өзім Төлен Әбдіковті жақсы көремін. Және де біздің әдебиет социалистік реализм деген үлкен құрсау болған. Ол кеңес үкіметінде жазылды ғой, біз алтын дәуір деп айтып жатамыз қазақ әдебиетінің. Ол адамды жаңағындай ойын шектеген, біздің талантты адамдарымыздың талантын шектеген сондай бір мектеп болды әдебиет. Төлен Әбдіков сол мектепке бағынбаған бірден бір адам. Осы бір саусақпен санарлық бір жазушылар бар, сол социализмнің шеңберіне сыймаған. Соның ішінде Төлен Әбдіковті ерекше айтуға болады. Және де ол кісінің жаңағы шығармаларын кезең жаңағы жазылған жылдармен оқысаңыз, ол кісінің өмір бойы өсу жолында болғанын көресіз. Ал қазір бірден Парасат майданын оқысаңыздар, сіздерге ол қиын болып кетуі мүмкін. Сондықтан оның бір нақты әдістемесі жоқ, бірақ сіз оқырман ретінде өздеріңіздің жастарыңызға сай дүниелерді оқығанды қалар едім. Сонда сіздерге ұғыну да жеңіл болады, оның пайдасы да көп болады. Иә, әлбетте кітап оқу бұл бізде үнемі дамудың, білім алудың белгілі бір жолы болып есептелінеді. Осы орайда бізде Толстой атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында жыл бойы қаланың мәдени саласын өсіп өркендеуіне біз елеулі үлес қосып отырамыз. Яғни бізде мемлекеттік мекемелер, білім ордаларымен тығыз байланысқа жаңағы орнатылып, бізде іс-шаралар ұйымдастырып келеді. Бұл іс-шаралар өз кезегінде жаңағы кітаптың құндылығын, білім мен мәдениеттің өзара байланысын және осы өскелең ұрпақтың оқу әлеуетін арттыруға бағытталып отыр. Биылғы жылдан бастап Қостанай облысының әкімшілік басқармасы қолдауымен оқы және жен облыстық онлайн байқауы өтіп жатыр. Облыстық әкімшілік басқармасы Ринат Закиұлының қолдауымен Қостанай қаласындағы зерделі ақыл ой дамыту мектебі және Тобыл Торғай тарландарының үлкен демеушілігімен осындай ауқымды жобалар іске асырылып отыр. Яғни біз осы демеушілер қауымына ерекше алғысымызды білдіргіміз келеді. Өйткені бұл шаралар жаңағы қоғамды рухани байытуға, мәдени жағынан деңгейін көтеруге және оқырман қауымның шығармашылық деңгейін арттыруға бағытталған. Осы тұрғыда сіздің пікіріңізше кітап оқу жастар арасында қазіргі күні қандай маңызға ие болады және олардың оқу мәдениетін арттыру мақсатында бізде осы қандай жобалар, қандай іс-шаралар аясын кеңейтуді жөн көресіз? Сол жағынан енді біз кеште болса бұл қолға алынып жатқан дүние, бірақ бір Қостанай облысынан бастау алып жатқан қуантады. Сол үшін Ринат Закиұлына, біздің мәдениет басқармасына алғысты айту керек. Өйткені бұл баяғыда айналысатын дүние еді. Біздің сіздерден бірнеше бір буын бәрі кітап оқитын қоғам болды. Қазір ол тарқады, кетті. Бұл жерде Әбіш Кекілбай деген үлкен қазақтың заңғар жазушысы бар. Жалпы өте мықты, әлемдік деңгейде ойлайтын ойшыл адам. Сол кісінің бір мақаласы бар кітапханасы туралы. Ол кісінің бір қанат сөзі бар. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана деп. Сонда айтылады, біз қазір біз отырмыз ғой, телефон қолымызда, осы игіліктің бар, бүкіл игілік бар бізде тұрмыстық. Соның бәрі оқу арқылы, кітап арқылы жеткен. Сондай деңгейге біз осы заман жетті. Сонда айтады, мемлекет түрме салып, тәртібін түзейді адамдардың. Кім шектен тысты оны түрмеге салады, тәртібін дұрыстайды. Кім аурухана салып, тәнін емдейді, ал кітапхана адамдардың жанын емдейді. Кітап біздің бұл жерде бұны рухани дәрі ретінде қарауымыз керек. Біз енді қазір сондай саналы азаматтар осы жолға келіп жатыр. Өйткені онсыз болмайтынын түсінді. Оның бірі жағы Қасым баспасы болса, ол жермен тығыз байланысты жұмыс істеймін. Екіншісі QC Holding дейді. Қазір
балалар ортасында кітапты қызықтыру үшін оқуларды ұйымдастырып жатыр. Ол енді Құдай қаласа мектеп оқушылары арасында тұрақты жүре беретін болады. Сондықтан енді Қостанай ең бірінші ұстаздарды туған мекен ғой. Ең бірінші Ыбырай атамыз мектеп ашты, одан кейін ахаң жахаңдар, бүкіл қазақтың тұңғыштарының бәрі қарап тұрсаң осы Қостанайдан шыққан, Тобыл Торғай жерінен. Сондықтан мынандай жақсы игіліктердің басталып жатуының өзі бір рухани сабақтастық бар сияқты. Бізде Құдайға шүкір енді жақсы оқулар болайын деп жатыр. Осы мен де өмірім бір тапқан бір маңызым сияқты, әрбір мектепте осындай дүниелер ұйымдастырса, бір мектептен құрғанда бір адам шығатын болса, қазақта сөз бар ғой, бір адам жаққан отқа 1000 адам жылынады деп. Ол біздің еліміздің дамуына үлес қосады деп ойлаймын. Сондықтан бұндай істердің болған мені өте қуантады. Сондықтан сіздер өздеріңіз даму үшін өздеріңізге сай кітаптар оқуларды сұрар едім. Өзіңіз бір жаңа дүние ашасыз. Ол мәңгілік сіздің қажетіңізге жарайды. Мына біздің қазір өкінішті нәрсе, біз қазақ халқы сонау ықылым заманнан бастап, жалпы осы Оразақ Смағұлов деген қазақтың тұңғыш антропологы, осы біздің Қостанай өңірінің тумасы, Қостанай қаласының қазір құрметті азаматы атағын алды. Сол кісі біздің 4000 жыл бұрын биологиялық популяция ретінде жаралғанымызды дәлелдеген ғылыми кеңес үкіметі кезінде. Біз 4000 жыл бұрын қазақ болғанбыз, тек оның құрамымыз әртүрлі болды. Ал сол 4000 жылдық тарихымыз бізге жыр дастандар арқылы жазу емес, жадымыз арқылы жиналды. Біздің қазақтың ең мықтылығы, әлемде ондай ұлт жоқ, 6000-ға тарта күйді нотасыз осы күнге шейін жеткізген. Біздің сондай қабілеті бар халық, қазір сол 2 тақпақ жаттай алмаймыз да бұл жерде. Ол біздің бір ұлттың жадының бір шаң басып қалу сияқты қауіпті нәрсе. Сондықтан кітап адамның жадысын оятады. Оқыған сайын адамның танымы кеңейе береді. Сондықтан бұл өте қолға алынатын шаралар. Бізге сондықтан кітап оқыған кезінде бір құрғақ ақыл айтып отқан сияқты боласың да. Ал жалпы өздеріңізді маңайыңызда да қарасаңыздар, кітап оқыған адам өте көп жетістікке жетеді. Және де кез келген топта, кез келген жерде, кез келген адаммен сол деңгейде сөйлесе алады. Сол үшін де керек. Ол бірден сөз емес, сен кітап оқы, 2 кітап оқыдым екен, 3-ші күні байып кетем екен деген сөз. Адамның өмір бойы керек бұл рухани қорегі. Дұрыс айтасыз. Абылай Фазылханұлы, шынымен де кітап оқуды насихаттау қазіргі қоғамда, ақпараттық қоғам дамыған кезеңдерде осылай тікелей кітап оқуды насихаттау ол бізде қоғамға бір тигізер әсері зор. Өйткені кітаптар бізді ойлануға, дамуымызға, жаңадан бір жаңаша бір көзқарас қалыптастыруымызға игі жағынан көмектеседі. Өйткені дәл осы іс-шаралар мен идеялар бізде кітап оқуды насихаттаудың және кеңінен жаңағы оқырман қауымның қызығушылығын арттыруға кеңінен жол ашатынына сенімдіміз. Дәл осы орайда сөз соңында тыңдармандарыңызға сізден қандай кеңес берер едіңіз? Енді кеңестің бәрі осы сұхбат барысында айтылды ғой. Сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Жалпы бізде ұсыныс бар, осымен бір оқырмандар клубын құру ойда бар. Өйткені біз бұл этап, енді кезең дейді ғой, осы жерде біз бір топ азамат бар. Сол кітап оқу арқылы, бір шығармашылық ортақ құру арқылы біз өмірімізге дос таптық. Үлкен бұл берген бір дүниесі болар. Ол азаматтардың бәрі қазір үлкен қызмет басында, елге танымал азаматтар. Мен өзім қызмет қуған жоқпын, өйткені өзім бақытымды шығармашылықтан іздедім. Енді кеңесім бұл кітапқа байланысты отқаннан кейін, жалпы не оқуды білу керек, қалай оқу керек, ол әр жағына көп. Сондықтан сізге не жетпей жатыр? Мына біздің тарихымызда, болашаққа деген бағдарда бәрі осы дүниелер бар ғой, қазір көп кітаптар, оның бәрін оқу шығу мүмкін емес. Сондықтан ең алғашқы кеңесім, өзіңіз жаныңыз қалаған дүниені, мысалы шөлдесеңіз, су ішіп, қарыңыз ашса тамақ ішесіз ғой. Сондықтан адамның рухы да шөлдейді, бірақ оны біз білмеуіміз мүмкін. Оны біз жаңағы TikTok арқылы немесе Instagram арқылы сол басуымыз да мүмкін да. Ал ол негізгі адамның рухы осы ақыл ой, жақсы ізгілікті дүниелер арқылы ғана ол өзінің қанағатын табады. Сондықтан сіздер өздеріңіздің жандарыңызға үңіліп көріңіздер, нені қалайды, өздеріңізбен сырласып көріңіздер. Содан кейін арғы қарата не оқу жайлы кеңес керек болып жатса, мен сіздерге
оны қолдан келгенше айтуға дайынмын. Ал енді қазір әрқайсыңыз жеке тұлғасыздар, әрқайсыңыздың өзі жолыңыз бөлек, бағытыңыз бөлек. Сондықтан ол жалпы өздеріңіз ізде дегім келеді. Сол кезінде өзін өзі іздесеңіз, оны табасыздар. Өйткені біздің осы жерде отырғанымыз, осылай ел болып отырғанымыз біздің аталарымыздың үлкен ақыл ойының арқасы. Мысалы, бір ғана Абай болмаса, біз қандай ұлт ретінде білмедім. Бір ғана Ахмет болмаса, сіз білмедім қандай қанша ғасыр артта қалатынымызды. Ол кісілер бізге ашып берді. Сол кісілердің ойына біз әлі ілесе алмай келе жатырмыз. Сол аталарымызды танайық. Біздің замандас қазір өмір сүріп жатқан біздің жаңағындай әр саланың мықтылары бар. Содан үлгі алсаңыздар. Жалпы біреуді адам кумир тұту керек, үлгі тұту керек, соның жолынан өнеге алу керек деп ойлаймын. Бұл да бір кеңес. Мен мысалы біздің ауылдан мысалы мықты жазушылар шықты. Мен сол кісілердің дүниелерін, өмір жолдарын танып өттім. Ол кісілер Құдайға шүкір әлі көзі тірі. Кеше ғана кездесу болды, Қойшығара Салғара деген ағамыз. Мысалы қандай еңбек еткен. Ол бір кісінің істеген еңбегін білмедім, бір институт атқара алмауы мүмкін. Өйткені өзіне, еліне деген махаббат, өзін өзі іздеуі, өзін өзі тануы ол кісіні сондай үлкен биікке жеткізді. Ол кісінің ашқан жаңалықтары қазір әлемде мойындалып жатыр. Бірнеше жылдан кейін. Төлен Әбдіктің деңгейі қазір әлемдегі кез келген жазушыменен артық деп айта аламын. Қазір Нобель сыйлығын есептейміз ғой. Мен Нобель сыйлығы деген серияны әрқашан алып, өзім сатып алып кезінде кітапханамды қалыптастырып оқығам сіздердей кезімде. Солардан ешқандай кем емес. Сондықтан ең бірінші өздеріңізге, жандарыңызға сай келетін адам тапсаңыздар, соған еліктесеңіздер, онда сіз одан асып түсесіз. Бұл да бір кеңесім. Керемет кеңес, Абылай Фазылханұлы. Осылай келіп, уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Оқырман қауымдарға да байланысты бізде кітап оқуды жалғастырыңыздар, әрқашан ізденіс пен даму жолында болыңыздар дегім келеді. Осы орайда бізде оқы және жем байқауына қатысып, жеңіске жету мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Жақсы кітап оқып, жеңіс жолына түсу үшін бір қадам жасаңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі подкастымыз осымен өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Шынымды айтады, мен сіздерге анық дәлелмін ғой. Мысалы, мектеп оқушылары орын алып жатыр. Сондықтан оны алмайым, қатыспайым, болмай, әділдік жоқ деген сияқты өздеріңге жолыңға жауға болмайды. Әділдікті ешкімге әкеп үйлеріңе әкеп бермейді. Біз кеше біз Рудныйда жаңа 172 баланың ішінен болғаннан кейін қарап алған кезінде қатысып жатқан бала бойы мынандай ғана 9 жастың баласы екен. Ол өзіне жаңағындай, бұл басқа бәйгеде де тапты. Бұл сияқты, сол сияқты оқу және жеңде де қаншама оқушылар ауылдың мектебінен келіп бәйге алып жатыр. Сондықтан бұл жерде білім жарысында ешқашан жеңілген адам болмайды. Сол білім жарысына қатысыңыздар, оқу және жеңге қатысыңыздар деп тағы да қосып кетеймін. Жақсы, рахмет, көп рахмет сізге келіп. Осылай өзіңіздің сұхбатыңызды беріп, қалың оқырман қауымға жаңағындай өз кеңесіңізді айтқаныңыз үшін.